Қазақстанда алғаш рет синтетикалық протезбен бауыр трансплантациясы жасалды. Науқастың бауыры ғана емес, бұл ағза мен жүректі жалғап тұрған қан тамырлары да ауыстырылды. Табиғи тамыр орнына жасанды қан өткізгіштер қойылды. Астанадағы ұлттық ғылыми онкология орталығының мамандары күрделі операцияны сәтті аяқтады. 30 жастағы мөлдірдің бауыр ауырғанына 7 жыл. Диагнозы альвеококоз, яғни ішке түскен паразит бауырды түгелдей жеп, өт жолымен қан тамырларды қысып тастаған, кейін жүрекке жете бастаған. Осы уақытқа дейін науқасқа 4 операция жасалған, бірақ олардың бәрі бауырдың жұмысын уақытша жақсартудың қамет. Родственныйдан жасауға келмейді деген болатын ол кезде. Листажданияға тұрдық, трупный донордан пересадка жасауға. Бірақ 7 жыл ішінде маған сәйкес донор табылмады. Ал биыл мөлдірге туған ағасы бауырының 65%-ін берген. Өзі 35% бауырмен өмір сүріп жатыр. Бірақ ағза тез өсіп, 3 ай ішінде қайта қалпына келеді. Қан тобым, қарындасыммен бірдей, даже салмақ бәрі келетін болды. Bir ауыздан шешім қабылдадым. Аманшылығын ойладым ең біріншіден. Артында бала шағасы бар. Қазақстанда бауыр трансплантациясы 2013 жылы басталған. Бүгінге дейін 70 ота жасалғанмен операцияның осы түрі алғаш рет. Өйткені бұл жолы тек бауыр емес, тамырлар да ауыстырылды. Жасанды синтетикалық протездер Үндістаннан алынған. Мен осыған ұқсас 20-дан астам операцияға қатыстым. Мұның қиындығы жүрек қызметі мен жүрек өкпе айналымын уақытша тоқтату керек. Ол үшін бізге кардиохирургия орталығының мамандары көмекке келді. Үндістандық маманның сөзінше, ол жақта жылына 3000-дай бауыр трансплантациясы жасалады. Қазақстанда да бауыр дертіне шалдыққандар көп. Ауру алғашында білінбейтіндіктен, олар көбіне дәрігерге кеш қаралады. Ветеринарлық жұмыстар қазір онша жөнді орында емес. Эхинокок, альвеокок, олар көбінесе түлкі, ит, солардан адамға жұғады. Басқа ағзаларға қарағанда бауырды ауыстыру қиын. Басты мәселе донор жетіспейді. Ал қайтыс болған адамның ағзасын алу үшін туысының рұқсаты керек. Бұл жұмысты созбалаңға салады. Оның үстіне көбі келіспейді. Сол себепті былтыр 2 операция ғана жасалса, биыл бір адамның бауыры ауыстырылған. Ал мөлдір сияқты 350 адам кезекте тұр. Амангелді Сейтхан, Жасұлан Жақсай, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Астана.